Абдулла ибн Аббас, Алла әкесі екеуіне разы болсын. Фадл ибн Аббас Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам түйесіне мінгесіп кетіп бара жатқанында Хасғам руының бір әйелі келді. Фадл оған қарап қалды, ал ол Фадлға қарап қалды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Фадлдың жүзін басқа жаққа бұрып қойды. Әйел: «Уа Алланың елшісі, Алланың пенделеріне қажылықты парыз етуі менің әкемнің әбден қартайып, мініс көлігіне отыра алмайтын кезіне тура келді. Мен оның атынан қажылық жасасам бола ма?» деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Иә» деді. Бұл қоштасу қажылығы кезінде болған еді деген. Хадисті Бұхари жеткізген.